Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет нандар істейтін боламыз. Бір қамырдан 4 түрлі нанды жасап көрсететін боламын. Нандарыңыз жұмсақ, иісі керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Сонымен қатар менің Instagram және YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Онда керемет рецептермен бөлісетін боламын. Ал кеттік онда. Алдымен жылы суымызды бір ыдысымызға құйып алатын боламыз. Оның үстіне көз мөлшерімен май құямыз. Бір ас қасық тұз және жарты ас қасық трош салатын боламыз. Бір жұмыртқа және бір ас қасық қаймаққа қосатын боламыз. Достар, егер бұның бәрін қосатын болсаңыздар, өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шығады. Егер бұл заттар жоқ болған жағдайда су, тұз, трош қана осыларды ғана қосуға болады. Онымен де нан істеуге болады, өте дәмді шығады. Бірақ мен нанымның одан да дәмді, керемет болу үшін жұмыртқа, қаймақ қосамын. Майонез де қосуға болады. Ұнымызды бір үлкен ысқа салып осылай илеп алдым. Илеп алыңыздар ұндарыңызды. Одан үстінен суымызды құйып осылай қамырды илейтін боламыз. Басында қолға жабысады. Осылай илеп кете берген соң қолға жабыспай әдемі топ-томалақ қамыр шығады. Достар, егер қамырларыңыз оны көп болып кеткен жағдайда кішкене су құюға болады. Достар, егер қамырларымыз қатты болып қалған жағдайда үстінен су құйып жұмсартып алуға болады. Достар, осылай илей келе осындай әдемі қамыр пайда болады. Осындай кезде біз қамырымызды тоқтатып, бетіне леген немесе өзінің крышкасы болса соны қойып, көрпешемен жақсылап орап тастаймыз, сонда ашиды. Мен қамырым бір жарым сағатта ашып қалады. Егер достар одан да тез уақытта ашу керек болатын болса, сіздер оны бір темір ыдысқа салып, духовкада 40 немесе 30 градусқа қойып, кішкене уақыт аралығында ашытып алуға болады. Егер қолдарыңыз бос болған жағдайда осылай әшейін ғана қойып, бір жарым сағатта ашып қалады. Одан кейін алып істете бересіздер. Мен қамырды жұмсақ етіп илегендіктен қолыма жабысады ашыған соң. Сол үшін қолыма кішкене ұн сеуіп алдым, және де қоятын жеріме де кішкене ұн сеуіп, мен ол жерде зуала істейтін боламын. Зуала мен көрсеткендей істесеңіздер де болады, немесе білмейтін болсаңыздар, топ-томалақ етіп шығарсаңыздар болды формасын. Достар, менің осы салмамнан 4 зуала қамыр шықты, яғни 4 нан шығады қазір. Барлығын осылай зуала етіп қойып қоямыз. Неге достар мен істеп қойдым, енді бетін тряпкамен жауып қоямын, себебі қақайып қалуы мүмкін. Иу қанған өте жақсы болады, яғни ісіп әдемі болып тұрса тез жайылады. Егер асығыс болсаңыздар бірден істеп кете беруге де болады. Мен осылай болған соң бетіне су жағамын. Су жағудың себебі беті жылтырлап, өте әдемі түс береді піскен кезде. Өз қалауларыңызша істеулеріңізге болады, яғни жұмыртқа жағу, немесе сүтпен жұмыртқаны араластырып жағу, май жағу деген секілді. Маған ең оңайы су. Достар, біз уже бірінші қамырды жаюды көрсетіп кеттім. Ең бірінші осылай топ-томалақ етіп жайып аламыз. Барынша жұқа қыла беріңіздер, іскен кезде үлкен болып кетеді. Енді осылай ортасын қатты басамыз, ал шеттерін онша баспаймыз. Менде осындай нанды басатын зат бар. Егер ол болмаған жағдайда вилкамен немесе осындай үшкір заттармен істеуге болады. Және де мен әсемдік ретінде максептім кунжут себуге болады, немесе кунжуттың қара түсін себуге болады. Өз қалаңызша, немесе сепе қосаңыздар да болады, егер ұнамайтын болса. Мінекей достар, біріншісінде біттік, ал екіншісін бастаймыз. Екіншісінде тура солай жайып шығатын боламыз. Достар, енді екіншісінде былай осылай мен көрсеткендей етіп қатты басып шығыңыздар. Ішіне тағы да кольцо етіп басып шығатын боламыз. Сонда 3 қатар болады. Осылай жеген балдарға өте ыңғайлы және өте әдемі көрінеді. Достар, қатты басыңыздар, егер қатты баспайтын болсаңыздар көтеріліп формасын бұзып кетуі мүмкін.
Достар, басында біз ортасын кішкене қылып шетін қалың қылдық, ал енді бұл жолы керісінше шеті өте кішкентай болады, ал ортасы үлкен болады. Ортасын қатты басып шығамыз. Маған осы нан үлгісі өте қатты ұнайды, себебі маған қатты қалың болған ұнамайды, жұқа болған ұнайды. Ортасы жұқа болғандықтан рахаттанып жеймін. Осылай бетімен нан шөгішпен басып шықтым, немесе вилкамен басып шығыңыздар. Үстінен мақ септім. Ал достар, соңғысына да келдік. Бұл басқа нандарға қарағанда өзгеше болып келеді. Достар, мен көрсеткенде осылай топ-домалақ етіп, бірақ үстін басып тасталмаймыз. Қазір біз бетін өретін боламыз, сондықтан бізге сол қажет. Мен көрсеткендей өріп шығыңыздар. Яғни бірінің үстіне бірін қойып кете береміз, сонда өріледі. Және өте әдемі көрінеді. Ал енді үстіне мақты әдемі себебіміз, мен ортасына көп септім әдемі көріну үшін. Достар, мінекей қамырларымызды жасап болдық. Ал енді духовкада 250 немесе 220 градуста 5-10 минут аралығында пісіріп аламыз қызарғанынша. Достар, мінекей өте керемет шықты нандарым. Қып-қызыл, дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде жасаңыздар, достар. Сонымен қатар мені Instagram және YouTube каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Онда керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Балнұр. Қош сау болыңыздар.